Енді ол кісі туралы айтатын болсақ өте көп. Ол кісінің мен өзі негізінен алған уақытта осы Шығыс Түркістаннан келдім. Ол жақта біз келген кездерде осы дін жөнінде, салт дәстүр жөнінде ешқандай тыйымдар болмай жақсы гүлденіп көркейіп келе жатқан кез болатын. Енді осы жақ келгенде біраз ұқсамайтындығын көріп қалдық. Бірақ қасиетті қазақ даласындағы біздің ата бабаларымыздан қалған мұраларды осы кісілер жалғастырып келе жатырғанын осы WhatsApp арқылы білдім, көрдім. Өйткені маған бұрын о жақта жүргенде құтты бір бейне аңыз сияқты болатын. Мәселен, мына Абай Шәкәрім тұрған жерлер, қасиетті жерлер, олардың кесенелері, мынау Қорқыт ата туралы, Асан қайғы туралы, мына Түркістан туралы бізге құтты бейне бір ертегі сияқты естілетін. Ал енді осы жақ келіп, ол кісілер туралы кейбір тылсым дүниелерді осы Тоқберген ұстазымыздың аузынан естігеннен кейін мен осы көптеген нәрселерден хабардар болдым. Мәселен, маған тіпті тылсым болып әттеген ай жоқ болып кетеді-ау деп өзім армандап жүрген, мәселен, отырар кітапханасы. Міне осы жөнінде ол кісі аян алу арқылы осының бар екендігін, оны көрсетуге болатындығын бізге естідім. Міне осыны естіген кезде мен қатты қуандым. Міне осындай өзіміздің көне жәдігерлеріміз, мұраларымыздың, қазынамыздың сақталып жатқан орындарын Алланың өзінің тылсымменен аян алу арқылы бізге көрсетіп, айтып, білдіріп отырған осы адамның өзіне біз мың рахмет айтуымыз керек және шүкірлік етуіміз керек. Бұл да бір Алланың бізге берген маңдайымызға берген бағы деп қараймыз. Енді осындай адамдарды шектеу, соттау әрине дұрыс емес. Осы шексіз ғылым деген шексіз нәрсе, әсіресе қазақтың маңдайына берген нәрсе осы маңдай көзі ашылуменен осы Құраннан үн алу. Осы нәрсені міне осы Тоқберген Байтасұлы арқылы біз көріп біліп отырмыз. Сондықтан осыны оның ешқандай бізге пайдасы болмаса зияны жоқ. Өйткені біздің ата дәстүріміздің өзімен жалғасып келе жатқан, Қожа Ахмет Яссауи бабамыздан жалғасып келе жатқан дүниелер. Сондықтан осының және жалғасын табуына қайта үкімет органдары қолдау көрсетіп, осының ары қарай қазағымыздың өзінің бойына біткен қасиетін әлемге айтуға, әлемге жариялауға орай тудыруына қайта көмектессе екен деген тілегім бар. Оны соттағаннан қарсы.